Саламатсыздар ма, құрметті қалайық? Мен атым Бауыржан, фамилиям Жолдасбаев. Мен Шымкент қаласында тұрамын. Менің бұл жерде айтқым келетін қазір өте маңызды ақпарат. Ол мынау денесінде пайда болған или дерттерге, емделмейтін дерттерге душар болған адамдарға байланысты. Мен осы айтылған сырқаттардың өзегін тауып, сол арқылы сол сырқаттардан жазылдыратын, бетін қайтаратын тәсілін ойлап шығардым. Мына жерде енді айта алсам, мына жақта өздеріңіз білесіздер, не қойып жатыр да, подушкалар қойып жатыр. Блокқа қойып қояды, нет қояды. Бірақ та мен мына информационный ақпарат ретінде таратып жатырмын. Біліңдер. Қазір созыл деген атын айтсам, қайттан блокқа қойып қояды. Өйткені ол аттарға неткені бәрін жасап қойған. Кезінде уақыт келеді, реклама ретінде шығам ғой. Бірақ та қазір сіздерге айтпақшымын. Біліп қойыңдар. Өзегі табылды. Сол өзектің арқасында амалдар, тәсілдер, әдісі, бірнеше әдіс табылды. Заманауи дамыған денсаулық саласы оларды өзегін білмейді, сондықтан оларды жазылдыру әдісінде білмейді. Біліп қойған дұрыс болады. Мен 20 жылдан көп зерттеулерді жүргізіп, 20 жылдың басында таптым. Бірінші өзім бойымдағы қан қысымын емдеуге арналған әдісін іздегем. Соны соңғы жылда, осы 6 жылда келіп, ізденісіп түсіндім. Барлық хроникалық кеселдердің өзегі біреу-ақ. Сол өзек сіздің денеңізде сол емделмейтін дерттерді дамыта бастайды, жаңғыра бастайды, дамып, емдемесеңіз асқынып кетеді, көп нәрсеге жеткізеді. Ақырында инсульт, инфаркт болып бітеді. Маған хабарласам десеңіздер, мен жаңа профильдің описаниясында Эльпош атауы бар, сол жаққа жазыңыздар. Сол жақтан жазған кезде сол жақтан хабар беремін. Өшін көп нәрсені денеде жазылмайтын дерттердің бәрін жазуға болады. Соны айтқым келеді. Енді осымен қоштаса тұрайық. Ендігі бағдарламаға дейін күтіңдер, жалғасы болады әлі.